Қайырлы күн, достар. Мехметтің үйі мені қонаққа шақырды. Мехметтерде әр четверг күні папасының бауырлары осылай бір күн кезекпен апта сайын ауысып бір-бірінің үйіне қонаққа барады. Бұл қонаққа баруының себебі ата-анасына, бауырларына, қайтыс болған барлығына Құран оқыту. Яғни әр четверг Құран оқиды. Осылай мен ертерек барып, көмектесіп, барлығын дайындап қойған екен. Мен орындарына просто салып, бір-екі турайтын заттарды турап көмектестім. Қалған барлығын мамасы дайындаған өзі. Мен әлі түрікше тамақ жасап білмеймін. Сондықтан жай жанында жүріп көмектестім. Енді қараңыздар, осындай мержимек чорбасын дайындады. Енді жанында жүріп кішкене үйрендім. Мехметті басқа қырынан көрдім, семьясын басқа қырынан көрдім. Яғни түріктердің шынымен балажан дегенін осы шынымен байқадым. Осы кішкентай қыз болды, барлығы осы қыздың аузына қарап отырды. Енді қараңыздар, осындай күшті асқабақтан тәтті дайындаған екен. Енді мен айта алмаймын бұның дәмділігін. Басқа бір жолы бөлісермін қалай жасағанын. Енді айта алмаймын, күшті, тайт фурту дейді ғой. Солай. Одан кейін мінекей Мехметтің мамасы ойнап отыр. Енді барлығы осы қызбен ермек қылдық қой. Қазақша сөйлеттім. Бәрін күлдіріп, барлығымыз осылай бір күніміз өтті. Енді дастарханды түсіре алмадым, өйткені ұялдым. Қалай не дайындағанын просто осылайынан сіздерге көрсетейін дедім. Енді бұл өте жақсы қағида екен. Негізі әр четверг күні осылай туыстарыңызбен жиналып, ата-бабаларыңызға Құран оқытып, осылай бірге өткізген өте керемет. Маған ұнады. Рахмет, сау болыңыздар.